Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге гречканың өте әдемі әрі дәмді жасалу жолын көрсететін боламын. Видео ұнаса, соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, менің қазақша каналымды қолдап жіберсеңіздер, достар. Және де ең бірінші әдемілеп осылай тауық етінің сыртын мен терісін алып тастаймын. Осылай әдемілеп. Негізі тауық етінің терісін алып тастаған дұрыс. Сөйтіп осылай әдемілеп жақсылап турап аламын. Сүйегінен ажыратып, етті жақсылап майдалап әдемілеп турап алатын боламыз ең бірінші. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Осылай пиязымызды, сәбізімізді бәрін видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап әдемілеп турап аласыздар. Және де менің каналым үй жағдайында жасалатын дәмді тағам түрлері, видео рецептілері шығып отырады. Менің каналымда плейлист бар, сол жерден қарасаңыздар, керемет дәмді тағам видео рецептілері бар. Компот, кекстің, духовкасы кекстің видео рецептісі де бар. Және де осылай қызып тұрған қазанымызға осылай майымызды құйып аламыз керекті мөлшерде. Мен көз мөлшермен құйдым. Және де енді орташа отта немесе жай отта осылай окорочкамызды қуырып аламыз. Қатты отта қуырмаңыздар, астысы қатып қалады. Міне окорочканың суы шығып әдемі болып пісіп жатыр. Және сәбізімізді, пиязымызды салып, тағы жай отта 5 минуттай кішкене қуырып аламыз. Астын басып, жай отта әдемілеп қуырып алыңыздар. Міне әдемі болып пісіп жатыр. Асты қатпады. Қаттыға қоймаңыздар. Отты асты қатып қалады. Және енді картошкамызды да салып, осылай жай отта тағы бір 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Міне 5 минут уақытымыз өтті. Енді жақсылап араластырып алып, мен кішкене магия универсальный приправадан кішкене қостым. Керекті мөлшерде дәу қасықты толтырмай тұзымды қосамын. Және де қайнаған судан видеода көріп тұрғандарыңыздай мен көз мөлшермен жасап жатырмын. Осылай 3 кеседей су құямын. Және де жарты сағаттай қайнатып аламын жай отта. Етіміз, картошкамыз пісті. Енді үстіне жуып, тазалап, әдемілеп гречкамызды салатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай үстіне әдемілеп салыңыздар. 5-10 минуттай орташа отта бірінші қайнатып аласыздар. Содан кейін астын басып, су кішкене тартылғаннан кейін астын басып, тағы бұқтырып пісіріп аласыздар. Және де жарты сағат көлемінде піседі. Енді гречкаға да байланысты, кейбір гречкалар тез піседі, кейбіреуі осылай жарты сағат 30-35 минутта піседі. Және су тартылғаннан кейін астын басып, тағы 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Піскенше міне гречкам езіліп әдемі болып пісті. Баршаңызға ас болсын жасап көріңіздер. 1 сағаттың көлемінде дайын болды. Менде тез әрі оңай кешкі асқа, түскі асқа жасасаңыздар болады. Каналымда басқа да тағам түрлері бар, көрсеңіздер болады.